Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен шах палаудың рецебімен бөлісемін. Бізге керекті тағамдар құс, күріш, сәбіз, пияз және тортилья, лаваш. Ең алдымен ыдысымызға май құйып, қыздырып аламыз. Пиязымызды салып, қызартып қуырамыз. Пиязымыз қызарғаннан кейін құсымызды саламыз. Тұз саламыз. Жай отта толықтай пісіріп аламыз. Тауық еті пісті. Енді сәбіз салып, дәміне қарай тұз, бұрыш, дәмдеуіштер қосамыз. Сарымсақ қосып 10 минуттай қуырамыз. Енді алдын ала салқын суда жуылған күрішімізді қосамыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаңыз. Және де осының үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Суды күріштің бетінен сәл асырып құямыз. Көп араластырмаңыз. Осыны енді 20 минуттай суы біткенше пісіреміз. Күрішіміз дайын болды. Жартылай пісіп шықты. Енді ары қарай духовкада пісіреміз. Ол үшін тортильяны видеода көрсетілгендей етіп кесіп шығамыз. Шах палау осы тортильямен және тауық етімен дәмді болып шығады. Құстың орнына етті пайдалануға болады. Қазанымызды жақсылап майлап аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп лавашты салып, тағы да майлаймыз. Енді күрішімізді саламыз. Лавашымызды майлап бетіне жабамыз. Майлап болған соң бетін міндетті түрде бастырып қоямыз. Осыны қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіреміз. Шах палауымыз дайын. Осылай табағымызға түсіреміз. Астарыңыз дәмді болсын.